Жалпыға бірде декларацияны мерзімде тапсырмаған немесе жалған дерек ұсынған жеке тұлғаларға әкімшілік хаттама толтырылады. Бүгін салық есебін өткізудің соңғы күні. Бірінші жол ескерту, екінші декларация тапсырылмаса 55 мың теңге айыппұл салынады. Ал егер азаматтар ақпаратты толық көрсетпесе 11 мың теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Алматы қаласы бойынша салық декларациясын 340 мыңға жуық адам өткізуге міндеттелсе, бүгінге дейін 300 мыңнан астамы тапсырып үлгерген. Соңғы күні де алматылықтар мемлекеттік кірістер басқармаларына барып, табысы туралы есебін қолма-қол өткізіп жатыр. Сондай-ақ жеке тұлғалар декларацияны салық төлеушілер кабинеті веб-порталы, е-салық азамат мобильді қосымшасы мен электрондық үкімет порталы арқылы түнгі 12:00-ге дейін тапсыра алады. Жалпыға бірде декларацияның үшінші кезеңінде жеке кәсіпкерлер заңды тұлға құрылтайшылары мен жұбайлары табыс есебін өткізуі тиіс. Декларацияны тапсырмаған азаматтар бірінші кезеңде оларға ескерту беріледі. Бір жылдың ішінде қайталанатын болса, ондай азаматтарға 15 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Толық көрсетпеген немесе жалған мәлімет берген азаматтар декларацияда көрсеткен, оларға бірінші кезекте ескерту беріледі, екінші кезекте оларды 3 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады.